Заман өзгеруде, күн сайын жаңа шылымдар пайда болуда. Бірақ бір ғана нәрсе өзгерусіз, ол білім алу. Қазіргі дамыған Қазақстанның алдағы басты міндеттерінің бірі ол білім беру жүйесін дамыту. Мен де осы мақсатпен өмір сүріп келемін. Мен Орынбасаров Аслан Қуандықұлы, Қаныш Сәтпаев атындағы орта мектеп-лицейінің география және тарих пәні мұғалімімін. Мектеп қабырғасында білім ала жүріп, кішкентай кезімнен география пәніне қызығушылығым оянды. Түрлі олимпиадаларға қатыса жүріп, олимпиада қатысушыларымен мықты тәлімгерлердің энергетикасынан шабыт алдым. Мектепте оқып жүріп-ақ өзімді осы ортадан алыс кетпейтінді сезіндім. Адам не ойласа, сол болады демекші, қазіргі кездегі мамандығым бала кездегі қызығушылығымен ұштасты. Менің өз қызметіндегі басты міндетім алдымда отырған барлық оқушыларға география пәнінің қыр-сырларын ашып, пәнге деген қызығушылықтарын ояту. Оқушыларға сабақ бере жүре түйгенім, мұғалім үшін ақылсыз оқушы болмайды. Кез келген оқушыны қызықтыруға болады. Әр оқушыға әр күні жаңа көзқараспен қарау керек. Бүгінгі тақырыпқа қызығушылық танытпаған оқушы келесі күнгі, тіпті бір аптадан кейінгі тақырыпқа басқа оймен қарауы мүмкін. Сондықтан да біз мұғалім ретінде әр оқушының мүмкіндігін шектемеуіміз керек. Ұстаздың ұлы арманы ұлы тұлға болып шәкірт тәрбиелеу болса керек. Менің де ұстаздық жұмыс істеудегі басты арманым елдің ертеңі болар ұрпақ тәрбиелеу.